Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Менің есімім Ғани Байғайлы. Мен кайдзен тренермін. Мінекей, мен Түркиядамын. Түркиядағы қазақ бауырларымызбен, қазақ бизнесмендермен кездесіп отырмын. Бүгінгі біздің қысқа да және әдемі интервьюіміз басталып жатыр. Ассалаумағалейкум, Дәурен мырза. Уағалейкум ассалам, Дәурен мырза. Дәурен мырза, бұл діни заттармен айналысатын кәсіпкеріміз. Қазір мен қысқадан нұсқа сұрақтарды қоям, жауап береді. Дәурен мырза, бизнеспен айналысып жатқаныңызға неше уақыт болды? Жалпы 2015-тен айналысып жатырмыз. 5 жыл болды ғой. 5 жыл болды, Аллаға шүкір. 5 жылда сіздер діни тауарлар сатып жатырсыздар, иә? Осы Түркиядан жібереміз, басқа жерлерден де аламыз. Жалпы осы Түркиядан негізі көбінесе жіберетін киім-кешектер. Киім-кешектер жақсы түрде? Жайнамаз. Ал жалпы осы бизнеспен айналысқан кезде қандай қорқыныштар болды? Ең басында болады, жаңа бастаған кезде әрқандай қалай жүреді екен, дамиды ма екен деген сияқты қорқыныштар болады. Бірақ оны бастағаннан кейін оны жеңу оңай екен. Бастамаса жүре берсе, ол қорқып адам жүре береді екен. Бастау керек. Сонда үздіксіз дамыта бердіңіз. Иә, біз негізі көп ақшамен бастамадық ғой, тек аз ақшамен 50, 60, 70, 100 мың. Жай нәрселер сатып бастап, кейін солай бастаған жақсырақ екен. Тәжірибе жинап, алға ұмтылып, қателіктерді жөндеп дамытып жатырсыздар, иә? Тамаша. Түзеу арқылы дамиды адамдар. Жалпы осы бизнесіңіздің қандай жоспарыңыз бар, немесе көрінісі, болашақта қалай көресіз осы? Құдай қаласа, нелерді, точкаларды көбейту керек деген алда ниет бар, иншалла. Енді болашақта күтіңіздер. Иншалла. Ханиф деген брендімен бүкіл әлемге танымал болады. Иншалла. Құдай қаласа. Алла разы болсын. Осындай біздің қысқадан нұсқа интервьюіміз бітті.